Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай тәтті, дәмді, табада дайындалатын вафлилар дайындайтын боламыз. Рецептісі описанияда болады. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Сүтті құйып, екеуін отқа қоямыз. Екеуін араластырып, отта жылығанша ұстаймыз. Міне осындай болады. Ал енді бұл суығанша басқа ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, миксерлейміз. Ең аз жылдамдығынан ең көп жылдамдығына дейін шамамен 7-10 минутта миксерлейміз. Осындай көбік, пена болу керек. Енді бағанағы сүтіміз бен сары майымыз суыған кезде аз-аздан сала отырып араластырамыз. Міне осылай аз-аздан құя отырып араластырамыз. Мен силиконовый лопатканың көмегімен араластырдым. Сіздер миксермен араластыра берсеңіздер болады. Енді електен өткізілген ұнымызға жарты шай қасық содамызды қосып, екеуін араластырып, қамырымызға қосамыз. Міне қамырымыз осындай болады. Енді табамызды алып, қатты қыздырамыз. Одан кейін 2 қасықтан сала отырып, жұқа қылып жаямыз. Одан кейін аударып пісіре береміз. Көріп тұрғандарыңыздай мен май жақпадым. Егер де сіздің табаңызға жабысып жатса, онда кішкене сұйық май жағып жіберіңіздер. Ыстық күйінде тез-тез ораймыз. Мен осындай трубочка ретінде орадым. Сіздер қалай орағыларыңыз келеді, солай орай берсеңіздер де болады. Бәрін енді осылай пісіріп аламыз. Мінекей осындай нәзік, дәмді болып шығады. Бәріңізге пісіріп көруге кеңес беремін. Ал енді ас болсын.